Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді французша ет дайындаймыз. Егер де ұнаса, міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең бірінші картофелімізді орташа етіп турап аламыз. Бұл тағам өте оңай дайындалады. Түскі асқа жасасаңыздар, кешкі асқа жасасаңыздар өте жақсы. Міндетті түрде осы барлық ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырып кетемін. Содан кейін пиязымызды да майдалап турап аламыз. Келесі кезекте жуып тазартылған қызанағымызды турап аламыз. Келесі кезекте картоплымызға тұз, қара бұрыш салып, паприка салып, 2 ас қасық күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді ыңғайлы ыдысыңызды алып, май жағып, жақсылап жан-жақтарына осы картоплымызды үстіне саламыз. Енді фаршымызды тұздап, қара бұрыш салып, 2 ас қасықтай сүт қосып, жақсылап қолымызбен араластырып, сол картоптың үстіне бір келкі етіп, жайғастырып аламыз. Міне достар, осылай жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Фаршымыз дайын болды. Енді картоптың үстіне пиязымызды себіп, үстіне фаршымызды салатын боламыз. Етімізді жайғастырып болғаннан соң, үстіне қызанағымызды біртіндеп сала бастаймыз. Ең соңында осы ірімшігімізді үккіштен өткізіп алып, майонезімізді қосып, жақсылап араластырып, осы тағамымыздың үстіне жағамыз. Міне достар, уақыт өткеннен соң біздің асымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сонда ең бірінші болып видеоларымды тамашай аласыздар. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.